Қайырлы күн достар. Достар, бүгін біз апельсин ой пирог дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Мінекей өте нежный, өте күшті, дәмі де күшті, ерекше болып шықты. Дәл осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Енді пирогымызды дайындауға кірісейік. Бізге ыдыстарымыз таза әрі құрғақ болуы қажет. Енді ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бізде миксерлеу ұзақтығы 4-5 минут арасы. Бізде әппақ пена шыққанша жақсылап миксерлейміз. Сонда біздің пирогымыз өте күшті болып, жақсы болып көтерілетін болады. Жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей видеода көрсетіліп тұрғанда өзі әппақ болып шықты. Мінекей біздің массамыз дайын. Енді осының үстіне үй температурасына еріп тұрған сары майымызды қосатын боламыз. Барынша сары май қосуға тырысыңыздар. Маргарин қоспау қажет негізі. Мен бірыңғай сары май қолданамын. Енді үстіне апельсин шырынын және апельсин цедрасын қосатын боламыз. Мен осыраға 1 апельсинді сығып қостым және 1 апельсинні цедрасы. Енді екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Пирог көтерілмей қалады деп еш уайымдамаңыздар. Дәмі өте күшті болып шығады. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Енді ұнымызға үстіне 1 ас қасық қопсытқышымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, електен өткіземіз. Електен өткізіп, дайын болып тұрған массамызға қосамыз. Мен ұнды 2-ге бөліп қостым. Бірінші осылай жартысын електен өткізіп, онан кейін миксерлеп аламыз. Онан кейін жартысында дәл солай қосамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Біздің массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай 2-ге бөліп қосыңыздар. Ұнымызды қосып болғаннан кейін енді қасықпен жан-жағындағы қалған ұндарды да қосып, оны да миксерлейміз. Бізде арасында түйіршіктер қалып кетпеуі қажет. Біздің массамыз дайын. Енді өзіңіздің қалаған кез келген формаға құйсаңыздар болады. Мен осындайға формаға құйдым. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аласыздар. Сәнде өз қалауларыңызда. Назарларыңызға рахмет.